Молодец, басқа түк айтпаймын. Мұхит жердес тапшы. Қой біздің аудан ақы. Бұл өмірге келгеннен кейін проблема болмаса, бүйтіп өмір сүріп көрері жоқ. Жансерік, осы біз нешінші ауданға келдік. Аудан тұрғындары, ауыл тұрғындары өз әкімдерін танымайды. Ят қой, ят, масқара. Армысыздар, шежірелі Шет ауданына да келіп қалдық. Аудан әкімі Мұхит Мұхтаров мырза. Ал сіз тандыңыз ба? Біз бастаймыз. Хоп. Кеттік ал. Аты жаны айта аласыз ба? Мұхтаров Мұхит Сайлауұлы. Керемет. Жалпы жұмысы қандай? Жақсы. Ауданда ешқандай проблема? Қой біздің аудан ақы. Керемет. Жалпы жұмысы қалай? Жақсы. Ауданда қандай да проблема бар? Жоқ, пока проблема жоқ. Жақсы азамат. Өзіміздің ауылдың азаматы. Жалпы жұмыстар жақсы? Жақсы. Рахмет. Танимын. Аты жаны айта аласыз ба? Танимын, айта аламын. Мұхтаров Мұхит Сайлауұлы. Керемет. Аудан әкімінің жұмысы жақсы жалпы. Енді әртүрлі проблемалар болады ғой, неге болмайды енді. Шешіліп жатады. Енді ол барлық жердегі проблемалар ғой енді. Қай осы Қазақстан бойынша қай жерде қандай проблема бар, енді сол да осы елде сондай проблемалар бола береді. Енді ол рет-ретімен шешіліп жатады, табылып жатады рет-ретімен. Өзі жұмысыма көңілім толады. Жақсы жұмыс істейміз. Мәселе жоқ, көшенің светін жақты, жолдар жөндеді. Қаншама үй салынды жаңа. Жоқ. Мектепте бар, балаларымыз оқиды. Ау. Әкімнің жұмысына көңіліңіз толады ма? Толады. Танимын. Аты жөнін айта аласыз ба? Мұхит Иә. әкім. Аудан әкімі, дұрыс айтасыз. Жалпы аудан әкімінің жұмысына көңіліңіз толады ма? Жақсы толады. Танымыз ғой? Ақым ғой өзіміз. Аудан әкімінің жалпы жұмысына көңіліңіз толады ма? Қалай жұмыс істеп жатыр? Қандай өзгерістер бар? Фотода кісіні танисыңдар ма? Иә. Біздің ауылда әкімі. Аты жөнін білесіңдер ма? Мұхит. Фамилиясы? Мұхит. Кет. Құлшан келді, әкім қалай жұмыс істеп жатыр? Осы жыл емес. 2020-дан бастап Әкім болып. әкім болып. Мектепте қандай өзгерістер болды? Әкім ауысқалы. Әкім ауысқалы, мектептегі жөндеулер жақсы болды. Мектептің ішкі құрылыстары жақсылар істелінді. Жалпы қандай қасиеттер? Иә. Фотодағы кісіні танисыңдар ма? Жоқ, танымаймыз. Бұл Мұхит деген қос. Аудан әкімі. Аудан әкімі. Иә, дұрыс айтасыз. Жалпы жұмысына көңілдеріңіз тола ма? Жұмысқа енді бұл әлгі Марат Жандәулетов келіп ауылды біраз көтеріп кеткен. Мен өте осы ауылдың тумасымын. Енді мынаны әр қартай осы жалғап алып кетіп жатыр. Тәубе. Ауылымыз жақсы. Көркейіп келе жатырмыз. Ауданда қандай да бір проблемалар бар ма? Енді ол проблема деген енді мысалы анау президенттің өзінде де проблема болады шығар енді. Енді проблема деген болады ғой енді. Сіздің ойыңыз аға? Жақсы, бәрі жақсы. Танисыз жалпы? Жақсы, танимын. Ешқандай проблема Жоқ, бәрі көмектесіп тұрады. Фотода кісіні Танимын. Жалпы жұмысына көңіліңіз толады ма? Иә, көп толады. Проблемалар бар ма? Енді ауданымызда көп жақсы жұмыстар атқарылып жатыр. Жалпы жағдай, халықтың жағдайы өте жақсы қазіргі уақытта. Ауданымызда биыл тұрғын үйлер салынды. Көп балалы аналарға, мүмкіндігі шектеулі отбасыларға үй беріліп жатыр. Мынау бірде свет сөніп қалады мысалы, бірде су тоқтап қалады, насостар. Бұл проблемасыз адам болмайды ғой. Иә, Саран қаласының әкімінен кейін мені таңғалдырған Шет ауданының әкімі болды. Мұхит Сайлауұлын кішкентай баладан еңкейген қарияға дейін танып жатыр. Ауылда ешқандай проблема да жоқ екен. Сіздермен бірге болған Айдана Бекқалиқызы, Жансерік Күденбай, арнайы Life 09 үшін.